Да, Назым. Алло, Аян. Мен сұрансам деп едім. Не істеп жатсың, тоқта! Қазір күте тұр, мен 10 минутта болам. Тоқта деймін саған. Ағыр кешіне баласың ғой, өзің? Сен кешке дейін болмайсың ғой? Мен. Бейджиң тастап кете салшы ма? Әжең жазылып кетсін, Назым. Рахмет. Бәле деген аяғысың. Назым. Ағырке деп әдем болып тұрмағаннан кейін. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Эля, мне кездесу. Тимур. Эля? Эля, не болды? Неге жылап жатсың? Тимур. Тимур? Тимурға не болды? Міне, қара. Эля, бізге айырылысу керек. Кешір. Білгем сонда екен. Айттым ғой басынан бастап. Оңбаған бала екен. Жарайды, еш нәрсе етпейді. Бәрі де жақсы болады. Бұл, жаңа, кән. Көрші. Бәрі жақсы болады. Уайымдама. Сені стресске түсті деп естіген едім. Түсін, бәрібір арамызда ештеңке шықпайтын еді. Менде бәрі жақсы, уайымдамасаң болады. Я, арамыздан еш нәрсе шықпайтын еді, негіз дұрыс болды айырылысқанымыз. Оның үстіне қазір жігітім бар. Қыз құмар емес, состоятельный джентльмен дегенде, я. Сен үшін қуаныштым. Рахмет. Жан, сен мені күттіргізіп, мына қызбен флиртовать етіп тұрсың ба? Ой, жаным ау. Номер алу үшін сөйлесу керек шығар. 3 сағаттан кейін ұшамыз. Эля, бізге номер берші. Сен не какой-то ресепшнге отчет беріп тұрсың? 3 сағаттан кейін ұшуым керек деп? Адым біліп апсың еще. Может, ты номер еще взял? Берші телефоныңды. Негізі, менің атым бейджикте жазылып тұр. Сен ешкім сұраған жоқ. Өз ісіңді істеп ал, біреудің жігітіне қарамай. Девушка, сіздің менімен бұлай сөйлесуге ешқандай хақыңыз жоқ. Бар, сен жай ғана қызметшісің, ал мен қонақпын. Менің сөзім заң. Шақыр управляющийді, мен қалсаған арызданамын. Сені қазір жұмыстан шығартамын. Негізі, мені ешкім бұл жерден жұмыстан шығарамайды. Себебі менің жігітім осы қонақ үйде бастық, яғни болашақ күйеуім деп жатқаным ғой. Сондықтан да, қазір, міне номерің барда демал. Демалсан демал, тоже мне. Назым, тоқта, мен сенімен барам. Жұмысыңыз ше? Осы жерді күтейік тұрып. Шумахер шыққасын ұстаймыз. Мысалы, мен қазір Эля болайын? Сен Эля боламайсың. Ой, смотря деп адым да. Эля болайын? Камал, маған кофе әкеп берші. Капучино ма, латте ма? Не тупит етіп тұрсың, Камал? Қазір түсіндіріп айтып тұрмын ғой саған. Арыстан, ей! Шынымен ол айтпақшы капучино ғана ішеді екен ғой. Сен қазірден күшік болып тұрсың ғой, Камал. Айттым ғой, Арыстан сияқты бол деп. Болды. Түсіндім. Кеттік. Бармайым. Мен не саған? Паркпен шауып келмедің? О? Керек ба? Бар өзің. Міне, нағыз Арыстан болдың. Көрдің ба? Еркек деген осындай болу. Камал,
ресепшнге келіп кетші. Бармай. Барма? Ей, так бармайм. Ей, жалынсың, дұрыс па? Дұрыс, жалын еркек болу керек. Ұрырың ба? Камал, жауап берші, қайдасың? Срочно керек болып жатсың. Мына срочно дейді ғой. Бірдеңе болып қалған шығар, бара салайыншы, көріп келейін. Уайымдама, басымды кішірейтпеймін, барам да келем. Ешқандай не болмайын, көрейін. Қызық болып жатыр да маған, жарай ма? Барам да келем, Ерік. Есеге барып, қайтып келіп, менен капучино сұрап тұрма. Ой, чоғой, брат, көрем де келем, болды. Атака арыстанмын ғой мен. Да? Ой, Арыстан. Ей, Арыстан. Ой, кофеңді ішпедің ғой, ей. Магии не существует. Я не верю, для меня это трюка. Волшебство. Онда бақыт тілеймін сендерге. Или өз-өзімді қолға ал, қазір ол келеді. Жаным, мен қас келем. Жайша шақырдың ба мені? Бұдан кейін болмайтын нәрселерге шақыра білмеш мен. Камал, короче, сен менің жігітім боласың. Қош, не, результат бар екен бар ғой. Рахмет саған, Ерік. Еріктің не қатысы бар, уақытша жігітім болып ойнап берші. Сен сонда мен кәдімгідей андай одноразовый стаканға тегіп тұрсың ба? Мен саған уақытша жігіт болмаймын. Мен ондай жігіт емеспін. Сен ойлағандай жігіт емеспін. Тақман екенсің, ақымақ. Ой, саған айт. Алло, ресепшн тыңдап тұр? Эйлә, мен ғой Тимур. Қазір сен жаққа түсемін. Шынымды айтсам, саған деген сезім өшпеген сияқты. Сен жігітіңді көрген кезде ішімде бір қызғаныш пайда болды. Сабина ваннада. Тимур, не істейсің сөйлескенде? Сен өз бақытыңды таптың, мен өз бақытымды таптым. Бәрібір еш нәрсе өзгермейді, бәрі артта қалды. Сондықтан да бақыт тілеймін сендерге. Или өз-өзімді қолға ал, қазір ол келеді. Жаным, мен қас келем. Жайша шақырдың ба мені? Бұдан кейін болмайтын нәрселерге шақыра білмеш мен. Камал, короче, сен менің жігітім боласың. Қош, не, результат бар екен бар ғой. Рахмет саған, Ерік. Еріктің не қатысы бар, уақытша жігітім болып ойнап берші. Сен сонда мен кәдімгідей андай одноразовый стаканға тегіп тұрсың ба? Мен саған уақытша жігіт болмаймын. Мен ондай жігіт емеспін. Сен ойлағандай жігіт емеспін. Тақман екенсің, ақымақ. Ой, саған айтып тұрған, мен де ақымақ, Ерікке айтуым керек еді. Ерік! Жарайды, болды. Жарайды, келсем. Жарайды. Қанша сағат қаласың? Ай, қаншаға дейін аласың? Ой, жоқ. Гостиницаға мен бір танысым келген, ескі танысым. Соған айтқам ғой, менің жігітім осы гостиницаның бастығы деп. Енді сен менің жігітім, и менің осы гостиницаның бастығы болып ойнап бер. Актер болғың келіп жүреді ғой, шеберлігіңді көрсет енді. Жоқ, мақұл ғой, бірақ аян келіп қалса не істейміз? Аян келмейді, уайымдама, ол жұмыстармен жүр, түстен кейін келеді. Жарайды, онда мен саған бір жақсы бір идея айтайын. Баяғыдан ойластырып жүрген, сен бітесің. Компьютер шұқылап отырасың да, мен келем. Қалайсың жаным дейін да, ерінен сүйіп алам. Сөйтпеген нәрседен да. Езің жүріп кетпесін. Еш нәрсе деп айтпай ақ қойшы, екеуіңді таныстырам, болды, даже сөйлеудің де қажеті жоқ, мақұл ма? Оппана! Не отыр мына жерде? Аконя, келгенің дұрыс болды. Мен алдында бір ескі танысым келген ғой, в общем, сен білесің. Соған айтқам ғой, менің жігітім осы қонақ үйдің бастығы деп. Енді мен жігітім Камал болып ойнап береді. Айтшы аяқтағыларға ешкім охрана деп шақырып қоймасын, ма? Біліп тұрған сияқтымын мен. Кім туралы айтып тұрғанын? Түсініп тұрсың ғой еді, в общем. Кіммен сонымен айтсаңдар? Ой, саған қатысы жоқ оның қойшы. Сен ақ киіммен жүрмекшісің ба? Болмайтын ауыстыру керек. Мына бейджикті алып тастай салың да, осы қара костюм салып жүрмей жүре бермей. Бастықтар осылай жүреді ғой.
Менде бір идея бар.